Біз білетіндей, Жину бүкіл әлемді құтқару үшін 10 жыл бұрынғы уақытқа шегініп, монархтарды жалғыз өзі жойып жіберген болатын. Бұл жаңа әлемде ешқандай қақпада аңшылар да жоқ. Бірақ баяғыда аңшылар қауымдастығында қызмет еткен менеджер қазір полиция бөлімінде жұмыс істесе де, жүрегінде бір нәрсені ұмытып кеткендей мазасыз күйде жүреді. Ол үнемі, мен маңызды бірдеңені ұмыттым деген ойдан арыла алмайды. Бір күні оның бөлімшесіне 3 жігіт келіп, өз еріктері мен күнәларын мойындай бастайды. Менеджер таңғалып, не үшін өздерің әшкерелеп отырсыңдар деп сұрайды. Сонда жігіттер зәресі ұшқан күйде, бізге бір көлеңкелі қобыжық келіп, егер 24 сағаттың ішінде күнәларыңды мойындамасаңдар, сендерді өлтіремін деді. Өтінеміз, бізді түрмеге қамаңдаршы деп еңірейді. Менеджер бұған сенбей, бәлкім сендер есірткі қолданған шығарсыңдар деп тексереді. Бірақ сараптама олардың тап-таза екенін көрсетеді. Ең қызығы, бұл 3 қылмыскер бір-бірін мүлдем танымайды, бірақ бәрінің айтып отырған көлеңкелі қобыжығы бір. Бастығы болса, бұл сандырақ шығар, босатып жіберіңдер десе де, менеджер іштей бір қауіпті сезіп, оларды бақылауда ұстайды. Уақыт аяқталуға 10 минут қалғанда, қылмыскерлер қоймада отырып, өтінеміз, бізді босатпаңдаршы. Бостандыққа шықсақ, біз өлеміз ғой деп жалынады. Полицейлер оларды бізді мазақ қылдыңдар ма деп ұрсып жатқанда, тура 24 сағат толады. Дәл осы сәтте бөлмедегі атмосфера бірден өзгереді. Көлеңкелердің ішінен құмырсқаға ұқсайтын сарбаздар атып шығып, қылмыскерлерді қас-қағым сәтте бірнеше бөлікке бөліп жібереді. Менеджер бұл көріністі көріп, таңғалғаны сондай, бұл құбыжықтардың аурасы оған таныс сезіледі. Ол іштей, бұл не болып жатыр? Мен бұларды көргенде неге таңғалмаймын? Менің жасушаларым бұларды бұрын көргендей, және оларға әбден үйреніп кеткендей. Тіпті оларды көргенде жүрегімде бір жылулық пайда болғаны қалай деп ойлайды. Ол өзі де білмейді, бірақ оның тәні өткен өмірдегі Жинудың адал серігі болғанын сезіп тұр еді. Оқиға орнына оралған полицейлерді бастықтары қатты сөгеді. Сендер тәртіп сақшысы бола тұрып, қалай естеріңнен танып қаласыңдар? Қылмыскерлерден қалай айырылып қалдыңдар деп айқайлайды. Менеджерде бастығы да бұл жұмбақ оқиғаны түсіндіре алмай, ақыры бәрін жауып тастауға шешім қабылдайды. Бірақ менеджер іштей бұл істі зерттеуді тоқтатпайды. Ол қылмыскерлер тұратын маңайда бір мектеп барын анықтайды. Дәл осы кезде кадр ауысып, біз Жину оқитын мектепке келеміз. Мектеп директоры бір мұғалімді шақырып, бізге 2 жыл бойы хабарсыз кеткен, тәртібі қиын бір оқушы оралып жатыр. Соны тәрбиелей аласың ба деп сұрайды. Мұғалім, әрине, мен ондайларды тәрбиелеудің шеберімін деп мақтанады. Бірақ ол оқушының монархтарды өлтіріп келген Жину екенін білмейтін еді. Жину бұл 2 жылда үй қамақта емес, ретсіздік әлемінде әміршілермен соғысып келген болатын. Мектептегі алғашқы жиында мұғалім Жинуды көріп, оған тәрбие бермек болып жанына келеді. Оның қолындағы қолғабын көріп, мектепте қолғап киіп жүргенің несі деп ұрыспақ болады. Бірақ Жину оған бір қарағанда мұғалімнің зәресі ұшып, ойын түсініксіз үрей билейді. Ол Жинудың артында тұрған көлеңкелер әміршісінің сұрапыл аурасын сезіп қалады. Бұны байқаған беру, әміршім, мынау бізді көріп қойған жоқ па деп сұрайды. Жину, уақыт қайта басталғалы менің күшім бұл әлемге әсер етіп, адамдар сендерді аздап көре бастаған сияқты деп ойлайды. Сыныпта Жину кітап оқып отырғанда мектептің атамандары келіп, оған тиісе бастайды. Ей, мықты жігіт сияқтысың ғой, неге сәлем бермейсің? Шеш қолғабыңды, мен киіп көрейін деп басын ауыртады. Шыдамы таусылған беру көлеңкеден шығып, әміршім, рұқсат етсеңіз, мыналардың бәрін сыпырып тастайын ба деп сұрайды. Жину оны тоқтатып, жай ғана қолғабын шешіп көрсетеді. Жігіттер Жинудың қолындағы қорқынышты күйік таңбасын көріп, есеңгіреп қалады. Жину сабырмен, не болды, күйген қол көрмеп пе едіңдер дейді. Қылмыскерлер қорыққаннан бірден тайып тұрады. Негізінде бұл жарақат айдаһарлар әміршісі Антареспен болған соңғы шайқастан қалған белгі еді. Тіпті Жинудың шексіз қабілеті де бұл әмірші қалдырған ізі толық емдей алмаған. Көп ұзамай Жину жеңіл атлетика клубына мүше болады. Оның бұл клубқа кірудегі басты мақсаты өзінің ескі махаббаты, баяғы әлемдегі ес дәрежелі аңшы Шахиді қайта жолықтыру еді. Тәрбиеші ағай Жинуды 1-2 күнде тәрбиелеп аламын деп сыртынан бақылап жүреді. Бірақ Жину жеңіл атлетика клубында барлық мықты спортшыларды шаң қаптырып, оңай бірінші орын алады. Мұғалім таңғалыстан аузын ашып тұрғанда, оның алдына кенеттен беру шығып, ақырып жібереді. Ағай қорыққаннан есінен танып қалады. Мұны көрген Игрис ашуланып, әміршіміз ешкімге көрінбе деді емес пе деп беруді сөгеді. Ал беру болса, бұл адамдар бізді шынымен көре бастапты деп таңғалады. 2 көлеңкелі сарбаз бейне бір көше жігіттерше дауласып қалады. Осы кезде экс-президент кафеде көмекшісімен отырып, баяғы көлеңкелер туралы ойлайды. Дәл қастарынан мас болған әлгі оқытушы өтіп бара жатып, көлеңкелердің басы құмырсқаға ұқсайды екен, бірақ денесі адам сияқты деп міңгірлейді. Экс-президент елең ете қалып, ертеңінде мектепке баруға шешім қабылдайды. Жину өзін бақылап жүрген мұғалімді байқап, енді мынау маған тесіліп қарап тұратын болған ба деп ренжиді. Қолбасшы Биллион пайда болып, әміршім, рұқсат етсеңіз, оның естелігін өшіріп тастайық дейді. Бірақ Жину, жоқ, әзірше осылай бола берсін деп тыйым салады. Экс-президент мектепке келіп, көлеңкелі сарбаздардың бірінің ізіне түседі. Ол Жинудың кабинетіне дейін келеді. Жину іштей, естелігі де, қабілеті де жоқ болса да, менің күзетшілерімді байқап, соңынан еріп келді. Нағыз талант қой
деп сүйсінеді. Экс-президент Жинуды шақырып алып, сен осы басы құмырсқаға ұқсайтын қара түсті құбыжықтарды көрдің бе? деп сұрайды. Жину күліп, иә, көрдім. Кинолардан, мультфильмдерден көрдім. Сіздің сурет салу қабілетіңіз керемет екен. деп оны мақтап, суретін алып алады. Беру болса, Жинудың иығынан сығалап, әміршім, суреттегі мен өте ұсқынсызбын, мен бұдан әдемімін ғой. деп ренжиді. Игрис, әміршім, неге оған шындықты айтпадыңыз? деп сұрағанда Жину, Игрис, Құдайдың адамға берген ең үлкен сыйы ұмыту сезімі. Оның ұмытқаны дұрыс деп байсалды жауап береді. Сыныпқа кіргенде Жинуды қыздар қоршап алады. Оның полициямен байланысы барын естіп, бәрі таңғалысады. Осы сәтте мектептің бұзықтары келіп, Жинуды мазақтай бастайды. Бірақ кенеттен сыныпқа жеңіл атлетика клубының жоғары сынып оқушылары кіріп келеді. Олар Жинуды екі жағынан қорғап, сендер біздің клубтың ең сымбатты, ең үздік спортшысына тиіспексіңдер ме? Ойларың іске аспайды. деп бұзықтарды қуып жібереді. Ағалары Жинуға күлімсіреп, бүгін сенің құрметіңе кешкілік қонақжай ұйымдастырамыз, соған кел. деп шақырады. Сабақ аяқталып, Жину достарымен кешкілік отырысқа бара жатқанда алдынан экс-президент шығады. Манағы әңгімемізді бітіріп тастасақ қалай қарайсың? деп оны оңаша жерге шақырады. Жину, мені неге бұл жерге әкелдіңіз? деп сұрағанда, экс-президенттің көзінен жас парлап, сенімен қайта кездескеніме қуаныштымын, Жину аңшы. деп жауап береді. Сөйтсек, экс-президенттің барлық естеліктері қалпына келген екен. Мана Жину суретті берерде оның қолына қолы тиіп кеткен сәтте, әміршінің сұрапыл аурасы арқылы бұрынғы өмірдің естеліктері бірінен кейін бірі есіне түседі. Жинудың маған сенесіз бе деген сөздері басында қайта жаңғырады. Уақыт шеңбері әміршінің құдіретіне қарсы тұра алмады. Екеуі ұзақ сөйлеседі. Жину ретсіздік әлемінде өткен 27 жылдық соғысы туралы айтып береді. Сонда біздің әлемдегі 2 жыл сол жақтағы 27 жылға тең болғаны ма? деп таңғалады экс-президент. Жину қазіргі өміріне риза екенін, ешқашан қартаймайтын және өлмейтін Құдай дәрежесіне жеткенін айтады. Қоштасар сәтте экс-президент Жинуға болашақта полицияда жұмыс істеуді ұсынады. Арада бірнеше ай өтеді. Кенеттен Америкада төтенше жағдай жарияланады. Аспан қақ айырылып, жұмбақ жарықтар пайда болады. Жұрт ақыр заман келді деп шулайды. Дәл осы кезде Жину үйінде есеп шығарып отыр еді. Игрис артынан шығып, әміршім, бұл есепке басқа формула керек деп ақыл айтып жатса да, Жинудың ойы басқа жақта. Ол тағы бір үлкен соғыстың иісін сезеді. Жину жақын маңдағы кофе-шопқа шыққанда алдынан Кристофер, билеушілердің елшісі, шығады. Жину ашуланып, мұның бәрін сендер істеп отырсыңдар ма? деп сұрайды. Кристофер, жоқ, бұл біз емес. Бұл әлемдердің ядросын жеп қуат алатын өзгеше құбылыстар деп жауап береді. Жину бұл жау тылсымдарының жерге келуіне өзінің әмірші ретіндегі аурасы себеп болғанын түсінеді. Америкада үлкен әскери база құрылып, аспандағы жарықты зерттеу үшін ең мықты ғалымдар жиналады. Олардың арасында біздің жерлесіміз, қазақ профессоры да бар. Ол, аспан жарылғанда оның ар жағынан өзге планеталықтар келуі мүмкін, деп ескертеді. Әскерилер ядролық қару мен бомбаларын дайындап, белгісіз жауды күтіп тұр. Америкадағы әскери базаның қақ ортасында кенеттен портал ашылып, одан Жину шығады. Ол әскерилерді бірден алыстатып, болған оқиғаны естеліктерінен өшіріп тастайды. Сосын аспанға қарап, сендердің келгендеріңді сезіп тұрмын, шығыңдар, деп ақырады. Аспан қақ айырылып, алып денелі құбыжықтар лап береді. Олардың бірі Жинуды менсінбей, сен бізбен жалғыз соғыспақсың ба? деп сұрайды. Жину мысқылдап, мен саған жалғыз сияқты көрініп тұрмын ба? Мен әміршімін, дейді де бүкіл көлеңке әскерін шақырады. Соғыс басталады. Құбыжықтардың қолбасшысы адам бойымен бірдей кішкентай біреу екен. Ол, мынадай түкке тұрғысыз планетада сендей қабілетті біреу бар деп ойламаппын, бірақ менің нағыз күшімді көрмедің деп мақтана бергенде, Биллион пайда болып, оның басын бір соққымен шауып түсіреді. Биллион Жинудың алдына тізе бүгіп, кешіріңіз, әміршім, сіздің ол ақымақпен сөйлесіп тұрғаныңызды байқамай қалдым дейді. Жину, ештеңе етпейді, бұлар тым мақтаншақ екен, бәрін жойыңдар, деп бұйырады. Бұл кезде қазақ профессоры ұшырған дрон бұл соғыстың бәрін түсіріп алады. Америка билігі азиялық жас жігіттің бүкіл армияны ойыншықша қырып салғанын көріп, естен тана жаздайды. Тезірек оның кім екенін анықтаңдар, деп бұйрық береді. Оқиға Кореяға ауысады. Жеңіл атлетика жарысында мұғалім жаңа бір спортшыны, біз білетін Айронды, адам кейпінде ертіп келеді. Оны мынау нағыз мықты, денесі болаттай, деп мақтайды. Бірақ Айрон Жинуды көрген сәтте, оның жасушалары еріксіз бас ие бастайды. Айрон, неге бұған бағынғым келіп тұр? Бәлкім, таңертең шай ішпегеннен шығар, деп өзін алдауға тырысады. Айрон өзінің ескі әдетімен Жинудың алдына келіп, неге маған жаман қарап тұрсың? Жүр, сөйлесейік, деп оны оңашаға алып шығады. Көлеңкеде тұрған Игрис пен басқалары, әміршім, мынаны өлтіріп, қатарға қосыңызшы. Мен оны жақсылап тәрбиелейін деп сұрайды. Бірақ Жину, жоқ, ол адам кейпінде өмір сүрсін дейді. Айрон Жинудың қолынан ұстағанда көзінен еріксіз жас парлап, бұл не сезім? Сонда мен кей болып қалғаным ба? Бұл махаббат па? деп есеңгірейді. Жину оның ойын түсініп, мынау мүлдем қуып кетті ғой, деп күйінеді де, Айронның естелігін өшіріп тастайды.
Оның миына біз екеуміз туысқан ағайындымыз деген естелікті күшпен енгізеді де кетіп қалады. Жино Айронның естеліктерін өшіріп, оған ендігі жерде дұрыс адам бол, сен әлемді қорғаған үздік жауынгерлердің бірісің ғой деп батасын беріп кете барады. Дәл осы уақытта Америкада үлкен құпияның шеті ашылады. Дэвид Селнердің бөлмесіне келіп, жаңағы жұмбақ жігіт туралы сұрамақ болады. Бірақ Селнер сөзді бірден кесіп тастайды. Дэвид, мен саған ол туралы ештеңе айтпаймын. Ол адамзаттың жойылып кетуіне жол бермеген ұлы тұлға. Ол сендердің араласатын деңгейлеріндегі адам емес. Жай ғана оны құрметтеңдер, сол жеткілікті. Дэвид үнсіз келісіп, бөлмеден шығып кетеді. Көп ұзамай Селнердің үйіне Томас Андре келеді. Өткен өмірдегі ең мықты аңшылардың бірі Томасты Селнер жол апатынан аман алып қалған екен. Томас таңғалып, неге мыңдаған адам апаттан қайтып жатқанда тек менің болашағымды көріп, мені құтқардыңыз? Деп сұрайды. Селнер жымиып, сен кезінде әлемді құтқару үшін көп жақсылық жасағансың. Және сол азиялық жігіт саған тек жақсылық тілейді деп жауап береді. Томас таңғалып, ол жігіт қазір қайда? Дегенде Селнер, бәлкім, ол қазір жастық шағының рахатын сезініп жүрген шығар дейді. Шынында да, Жино Кореяда өзінің ең қымбат адамын Шахи жолықтырады. Қыздар арасындағы жүгіру жарысында Шахи аяғын қайырып алып, жарақаттанып қалады. Ол екінші кезеңге шыға алмайтынына мұңайып отырғанда, алдынан Жино пайда болып, оның аяғын сиқырмен емдеп береді. Шахи таңғалып, біз екеуміз бұрын кездескенбіз бе? Деп сұрайды. Жино оған мейіріммен қарап, сен бір-ақ рет өмір сүресің, қымбаттым. Сондықтан бұл өмірде барлық жақсылыққа лайықсың дейді. Ол Шахиге шарт қояды. Егер менің рекордымды жаңарта алсаң, бәрін айтып беремін. Айлар, жылдар өтеді. Шахи Жинодың алғашқы рекордын бұзу үшін барын салады, бірақ әміршінің рекордына жету оңай емес. Дегенмен бұл бәсеке оларды жақындастыра түседі. Жино мектепті бітіруге таяғанда, екеуі тек спортшылар емес, бір-бірін ұнатқан қыз бен жігіт ретінде қол ұстасып, жаңа өмірге қадам басады. Оқиға басында қатал соғыспен басталса, соңында нағыз бақыт пен махаббатқа ұласады. Көлеңкелер әлеміндегі Жино салып берген зәулім қамалдың ішінде Таск өзіне арнайы бөлінген бөлмеде демалып отыр. Осы сәтте қасына беру келіп, Жинодың кезінде шайтандар ханы Баранмен соғысқанда киген жамылғысына ұқсас ерекше киімді сыйға тартады. Таск бұл сыйлықты көріп, қуаныштан көздері жайнап кетеді. Беру оған қарап, менің әміршімізге, яғни Жиноға ұқсағың келетініңді жақсы білемін, сондықтан бұл саған ұнаса болды дейді де кете береді. Бірақ кетер алдында Таскқа тағы бір кеңес береді. Сен қолыңдағы сиқырлы қызыл шарды Жино сыйлаған сиқырлы ағашпен біріктіріп, неге мықты таяқ жасамайсың? дейді. Таск бұл ұсынысты өте орынды деп тауып, жаңа қару жасауға бел буады. Бұл әлем бұрынғыдай тек қиратуды білетін қараңғы мекен емес. Жинодың арқасында барлық көлеңке әскерлері адамдыкіндей ой-санаға ие болып, көлеңкелер патшалығын құрған. Мұнда барлық көлеңкелер тату-тәтті өмір сүреді. Тіпті оларға арналған мектептер, жаттығу залдары мен адам өміріндегі барлық игіліктер бар. Жоғары дәрежелі әскерлер төменгі сатыдағыларға сабақ беріп, жаттығу жасайды. Кейбір көлеңкелер бір-бірімен сөйлесіп, тіпті мінездерін сынап, сөзге келіп жатқандарын да көруге болады. Бұл олардың тек қару емес, нағыз тұлға болып қалыптасқанының белгісі. Олардың бәрі Шахи мен Жинодың шынайы өмірде кездескеніне сондай қуанышты. Ақыры әміршіміз Шахиді тапты, деп өз іштерінде үлкен той тойлап жатыр. Игрис Жинодың ең сенімді әрі ақылды серігі ретінде Жино сабақ оқып жатқанда оған көмектесіп тұрады. Игрис іштей, әміршіме менен басқа кім ақыл айта алады? Таудай болса да ақылы жоқ Таск па? Әлде тек айқайлауды білетін Беру ме? Жоқ, олардың ешқайсысы маған тең келмейді деп ойлайды. Жино үшін бар білімін жұмсауға дайын. Тіпті ол бұрынғы өмірінде қызыл сауытты жасақтың қолбасшысы болып, академияны қызыл дипломмен бітіргенін мақтан тұтады. Жино үйінде есеп шығарып отырып, осы 14-ші есептің жауабы бір емес пе? деп сұрайды. Игрис дереу, жоқ, оның жауабы 2 деп түзету енгізеді. Сол сәтте Беру, 2 деген жауабың үшін басыңды тігесің бе? деп Игристі мазақтайды. Игрис абдырап қалып, кітаптарын ақтарып, мүмкін мен әлі де көп оқуым керек шығар деп ақталады. Бірақ ең маңызды құпия Жинодың әкесінде. Оның есіне өткен өмірдегі барлық естеліктер оралған. Ол ұлының амандығы мен отбасының бүтіндігіне іштей шүкір етіп, ештеңе білмейтін адамның кейпін танытып жүр. Тіпті газет оқып отырып, Жинодың амандығына дұға етеді. Бір күні әкесі Кристофермен кафеде кездескенде, Кристоферге бәрін білетінін айтады. Кристоферден Жинодың шешімі туралы сұрағанда, ол, көлеңкелер әміршісі, бұл әлемді қорғауды таңдады деп жауап береді. Әкесі мақтанышпен, ұлым нағыз шыншыл шешім қабылдапты дейді. Соң Кристоферден, өтінемін, ұлыма менің бәрін білетінімді айтпашы. Ол менің ештеңеден хабарсыз, жай ғана бақытты әке екеніме сеніп, өз өмірін алаңсыз сүрсін деп өтінеді. Бұл әкенің баласына деген ең ұлы махаббаты еді. Кристофер Жинодың әкесіне терең ризашылықпен қарап, біз саған және сенің ұлыңа шексіз алғыс айтамыз. Реттеушілер қауымы сендерге мәңгілік қарыздармыз деп өздерінің ақ тілегі мен жылы лебізін білдіреді. Дәл осы сәтті пайдаланып, Жинодың әкесі Кристоферге соңғы өтінішін айтады. Менің барлық естеліктерімді өшіріп бере аласың ба? Мен бәрін алдын ала біліп тұратын, жаны нәзік ұлымнан сыр жасырып жүрген әке емес, тек ұлының ертеңіне алаңдайтын қарапайым әке болғым келеді деп жауап береді. Кристофер оның аталық мейіріміне құрметпен қарап, ендеше саған сәттілік тілеймін.
дейді де оның санасындағы барлық естеліктерді біржола өшіріп тастайды. Уақыт өтіп, мектеп қабырғасында салтанатты кеш ұйымдастырылады. Бұл кешке Жинумен бірге оның байырғы досы Джин Хо да қатысады. Джин Хо Жинуға сырттай қарап, бұл жоғары курстың ағасы сондай айбынды әрі қорқынышты көрінеді екен, бірақ неге екенін білмеймін, жүрегім оған жақын тартып тұр деп ойға батады. Сол сәтте Жину оған стақан ұсынады. Джин Хо іштей, бұл не деген бір түрлі адам, алғашқы кездесуде маған бірден соджу ұсынып тұрғаны қалай? Деп таңғалады. Бірақ стақандағыны ұрттаған сәтте оның ішімдік емес, нағыз табиғи жеміс шырыны екенін түсінеді. Содан соң, аға, бұл жоғары курстың ағасы екенсіз ғой, бірақ бұл соджу емес, жеміс шырыны екен. Деп таңданысын жасырмайды. Жину болса жымиып, арақ ішсең, ағзаң көтере алмай қалады. Ішімдікпен не істемекшісің? Бүгіннен бастап екеуміз де осы жеміс шырындарын серік етеміз. Және мені жоғары курстың ағасы деп емес, жай ғана аға деп ата деп жауап береді. Мені аға де Джин Хо дейді ол нық дауыспен. Джин Хо болса, неге екенін білмеймін, бұл кісіні аға деп атау жаныма сондай жайлы тиді. Сондықтан бұдан былай аға деп атай берейін деп бекінеді. Бірақ бір сәтте, қызық, мен бұл кісіге өз атымды әлі айтпаған едім ғой. Деп таңырқаса да Жинуды аға деп құрметтей бастайды. Күндердің бірінде Сеул көшесінде Жину кетіп бара жатқанда, жанынан бір ару өтіп бара жатып, кешіріңіз, екеуміз бұрын таныс емеспіз бе? Деп сұрайды. Жину салқын қандылықпен, жоқ деп жауап қатады. Ал ол қыз, мені танымайтын болса, неге маған сөз қатады? Деп іштей ренжіп қалады. Сөйтсек, ол ару бірінші маусымдағы Жинудың ескі танысы Чжу Хи екен. Ол қазір медицина университетінің студенті. Чжу Хи ұялғаннан әрі қарай жүгіріп кетеді. Дәл осы уақытта ауруханада аты аңызға айналған Гунхо президенті ауыр халде жатады. Оның жағдайы өте салмақты болып, дәрігерлер 2-3 күн ғана ғұмыры қалды деген диагноз қояды. Жину ауруханаға үнсіз келеді, қартқа өмір соңы атты киелі сусынды береді. Президент қатты таңырқап, жарайды, не болса да бәрібір өлім мен өмір арасында жатырмын, тәуекел етіп ішіп көрейін дейді. Сусынды ішкен бойда оның көзінің астындағы ісіктер мен денесіндегі ауыр дерттер сап тиылып, ол 10 жылға жасарып, тың болып шыға келеді. Осылайша уақыт зуылдап өте береді. Айлар мен жылдар алмасады. Жину экс-президенттің ақыл кеңесімен полиция қатарына қосылады. Әріптестері оны госполиция, яғни ерекше полиция деген атпен танып құрметтейді. Ол кез келген тапсырманы 100% емес, 200% нәтижемен еш мінсіз атқарады. Басқалары оған шеніңді өсіріп, жоғары лауазым берейік десе, ол жоқ, маған осы дәрежеде жетеді деп, тек қарапайым жұмысына адал болып қала береді. Бір күні Жину компьютер алдында қызметтік есептерін жазып отырады. Көзге көрінбейтін Игрис оған мейірлене қарап, әміршім, мұндай ұсақ-түйек жұмыстарды әскерлеріңізге тапсырсаңыз болады ғой. Неге өзіңізді шаршатып отырсыз? Деп алаңдаушылық білдіреді. Бірақ Жину оған мән бермейді. Дәл осы сәтте бөлімшеге көзі жасқа толған бір әйел кіріп келеді. Ол өзінің қызының қаза болғанын, ресми нұсқа бойынша өз-өзіне қол жұмсады деп айтылғанын, бірақ ана жүрегі, бұл жай ғана өлім емес, оны біреу қасақана өлтірді деп күдіктенетінін айтып зар еңірейді. Бұл ауыр істі ешкім қолға алғысы келмейді. Бірақ Жину бұл қылмыстың астарында үлкен әділетсіздік жатқанын сезіп, істі өз мойнына алады. Ол дереу оқиға орын алған жерге аттанады. Бұрын Жинуға көлеңкелерді әскеріне қосу үшін олардың мәйіті керек болса, қазір оның да қажеті жоқ. Ол қылмыс орнына барып тек қана түрде байқайлайды. Сол сәтте қаза болған қыздың көлеңкесі пайда болады. Жину одан сол қаралы түнде не болғанын, шындықтың қайда жатқанын егжей-тегжейлі сұрап біледі. Оқиғаның мән-жайына қаныққан соң, Жину қыздың әкесімен кафеде кездеседі. Олар бетпе-бет отырғанда Жину оған, сіз қызыңызды шынымен жақсы көресіз бе? Деп суық сұрақ қояды. Әкесі сол жерде еңіреп жылап, басын иіп, мен қызымды жаныңдай жақсы көретін едім. Ол сондай сұлу, ибалы, әдепті қыз болатын. Оның өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін емес, оны біреу өлтірді ме деп күдіктенеміз, анасы екеуміз де солай ойлаймыз деп мұңын шағады. Жину сөзін бөліп, сіз оның әкесісіз ғой, шынымен де сондай қатты жақсы көресіз бе? Деп қайта сұрайды. Әкесі, әрине, мен оны өгей қызымдай емес, өз туған қызымдай бауырыма басып өсірдім, оны шексіз жақсы көремін деп жауап береді. Сол сәтте Жинудың жүзі суып сала береді. Иә, сіз шынымен де жақсы көреді екенсіз. Бірақ мен бір бұлтартпас дәлел таптым, мынаны тыңдап көріңіз дейді де, дауыс жазу құралын қосады. Ол жерден қыздың шырқыраған дауысы естіледі. Қыз өзінің әкесі тарапынан үнемі жыныстық зорлық-зомбылық көргенін, қайда қашса да әкесінің артынан іздеп тауып алып, қорлық көрсеткенін айтып зар еңіреп жатады. Әкесінің түрі бұзылып, бұл қалай болғаны? Деп ақталуға тырысады. Жину, мен бұны жаңа ғана қылмыс орнын ақтарып жүріп тауып алдым. Демек, сенің қызыңды жақсы көргенің осы ма? Деп қаһармен сұрайды. Қылмыс ашылған әкесі ашуға мініп, сонда сен маған не істейсің? Мені жазалайтын болсаң, 1-2 полицеймен келіп, бөлімшеге алып кетпейсің бе? Деп дүрсе қоя береді. Жину оған салқын қарап, мен саған 2 таңдау беремін. Біріншісі, бөлімшеге барып, өз қателігіңді мойындау. Екіншісі, осы қылмысың үшін маған өтемақы төлейсің дейді. Әкесінің көзі қызарып, ақшамен құтылып кетемін деп ойлап, қанша алғың келеді? Деп сұрайды. Жину мысқылмен, демек, сен екінші нұсқаны таңдадың. Сен жан-жағыңа қарап тұрған дүниені шынайы өмір деп ойлайсың ба? Бұл шынайы өмірге ұқсас етіп жасалған көлеңкелер әлемі.
Бұл жерге ешкім кіре алмайды, ал менің рұқсатымсыз ешкім шыға алмайды дейді. Сол сәтте ғана жан-жағына қараған әкесі айналада ешбір адамның жоқ екенін, дүниенің қап-қараңғы болып кеткенін көреді. Жину соңғы сұрағын қояды: сен бұл жерге қалай кіріп келгенің есіңде ме? Бұл сөзді естігенде әкесінің зәресі ұшып, қатты қорқа бастайды. Сол мезетте Жинудың көлеңкелер әскері пайда болып, қылмыскерді кескілеп, аяусыз жазалайды. Қаза болған қыздың аруағы Жинуға ризашылығын білдіріп, алғыс айтады. Жину қызды көлеңкелі кейпінен босатып, оның жанын тыныштандырып, о дүниеге аттандырады. Қыздың өліміне себепкер болған жауыз әке Жинудың көлеңкелер әлемінде өз жазасын алды. Шын мәнінде ол қыз өзін өлтіруді жоспарламаған еді, бірақ дәлелдер жоқ болғандықтан, амалсыз осындай қадамға баруға ниеттенген. Жину ішінен, егер сол мезетте оның өгей әкесінен, екеуміз бүгін сенің туған күніңді жақсылап тойлар едік деген жалған сымыс келмегенде, бәрі басқаша болар ма еді деп күрсінеді, кете барады. Мен көлеңкелер әміршісі Жинумын. Сендер неге қазір біздің еңбегімізді бағаламайсыңдар? Қолыңды небары 2 сантиметр жерге қозғада, лайк басып, арнаға жазылып кетуді ұмытпа. Әлде сен мені жақсы көрмейсің бе? Жину мен Джин-ха кездеседі. Джин-хо толқып тұрып: аға, мен Жин-аға, Жинудың қарындасы, ғашық болып қалдым. Егер мен оған мына жүзікті сыйласам, ол менің сезімімді қабыл алады деп ойлайсыз ба? Деп сұрайды. Жину болса: мен мұндай романтикалық заттарға мүлдем жоқпын, сондықтан менен сұрамағаның жөн деп жауап береді. Джин-хо тоқтамай: ендеше мен оған әкемнен мұраға қалған ғимаратты аурухана етіп салып беремін дейді. Осы диалог арқылы біз Жин-аның медицина саласында оқып жатқанын білеміз. Жину таңғалып: ол құрылыс 30 миллиард теңге көлеміндегі бағалы нысан емес пе? Дейді. Джин-хо: сіз оны қайдан білдіңіз? Деп таңырқайды. Жину сабырмен: Джин-хо, бұл тым қымбат сыйлық, олай жасамақ қой. Мен сенің жақсылық еткің келетінін білемін. Тек ешқандай бағалы сыйсыз, қарапайым қалпыңмен болсаң, Жина сені онсыз да жақсы көріп кетеді деп ақыл айтады. Джин-хо толқып кетіп: аға, мен сізді қатты жақсы көремін, сізді бір рет құшақтасам бола ма? Дейді. Жину: құшақтағаны несі, қойсаңшы деп қашқақтай бергенде, Джин-хо секіріп барып Жинуды қатты құшақтап алады. Кеш батып, Жину үйіне оралғанда алдынан Шахи кішкентай ұлын құшақтап шығады. Шахи Жинуға қарап: жаным, бәрібір мас болмайсың ғой, не үшін ішімдік ішуге бардың? Деп сұрайды. Жину Шахидің қолынан ұстап: сүйіктім, кейде осылай басыңды жазып келгенде дұрыс емес пе? Деп күлімсірейді. Дәл осы сәтте Шахидің артында көрінбей тұрған Биллион мен Игрис тағы да сөзге келіп қалады. Биллион: сен сонда біздің жас әміршімізге қылыш өнерін үйретпеймін дегенің қалай? Деп сұрайды. Игрис болса нық дауыспен: бұл әлемде қылыш өнерінің қажеті жоқ. Бұл заманның басты қаруы жоғары білім. Сондықтан жас әміршімізді ең алдымен білімді етіп тәрбиелеуіміз керек. Деп өз дегенінен қайтпайды. Жину олардың айтысын естіп ішінен: мына екеуі ай. Ең алдымен менің балам өсін, содан кейін қылыш өнерінде, жоғары білімді де үйретесіңдер деп жымияды. Ертеңінде Жину жұмысқа келген сәтте оны бірден басшылыққа шақыртады. Бөлімше бастығының бөлмесіне кіргенде, Жину оның қасында бұрынғы экс-президенттің отырғанын көреді. Басшысы Жинуға қарап: Жину мырза, сіз басқа полицейлердің жұмысын тартып ала бермеңіз, әріптестеріңіз сізді жек көріп кетпесін деп ескерту жасайды. Жину болса өзіне тән сабырлықпен: ой, бастық мырза, мен жай ғана өз міндетімді атқарып жүрмін деп жауап береді. Бастығы күлімсіреп: мен сені бұл үшін ғана шақыртқан жоқпын. Погынхо атамыз қатты ауырып, ажал аузында жатыр екен. Ол кісі өлер алдында сені көргісі келетінін айтты дейді. Жину асығыс атаның палатасына кіріп барады. Көздеріне жас ұялаған қарт Жинуға қарап: қош келдің, біртүрлі жігіт. Мен сені көп жылдар бойы іздедім және ақыры тапқаныма қатты қуаныштымын. Сенің маған берген сол сиқырлы суыңның арқасында мен тағы 10 жыл бақытты өмір сүрдім дейді. Жину уайымдап: ата, жағдайыңыз қалай? Мүмкін тағы да көмектесе алармын? Деп сұрайды. Бірақ атасы басын шайқап: жоқ, балам. Ниетіңе рахмет. Әр нәрсенің өз уақытында болғаны дұрыс. Мен сен сыйлаған сол 10 жылды ең қымбат уақытым ретінде пайдаландым. Көп нәрсені үйрендім, бастысы, адамды құндылықтың не екенін түсіндім. Саған көп рахмет, бауырым деп алғысын айтады. Сонан соң атасы соңғы өтінішін жеткізеді: балам, мен өлім аузында жатып сенен бір нәрсе сұрағым келеді. Сен маған алғаш келгенде екеуміз бірге шайқастық, сіз менің иық тірескен серігім болдыңыз деп едің. Сол өткен өмірдегі шайқастарымызды маған бір рет көрсетші. Мен өзімнің кім болғанымды көргім келеді дейді. Жину: бұл естеліктер сіз қалағандай көркем болмауы мүмкін ғой, десе де, атасының қалауы сол екенін түсініп, оның қолынан ұстайды. Сол сәтте барлық естеліктер атаның көз алдынан тізбектеліп өте бастайды. Ата бәрін көріп болған соң, жүзінде жылы жымиыс пайда болып: мен сенімен қайта кездескеніме өте қуаныштымын. Сенің дұрыс таңдау жасайтыныңа әрқашан сенгенмін. Сенімен бірге иық тіресе соғысу мен үшін үлкен мәртебе болды. Саған көп рахмет, Жину ағасы дейді де, соңғы сөзін айтып, мәңгілікке көз жұмады. Жину бетіне түскен күн сәулесімен бірге жасын сүртіп алып: сіз әлемді құтқарған ең мықты жарық сәулесі едіңіз. Қош болыңыз, төраға, деп соңғы құрметін көрсетеді. Ауруханадан шығып бара жатқан Жинуға Шахи қоңырау шалады: жаным, тез кел. Бөлмеде баламыз аспанға ұшып жүр, оны жерге түсіре алмай жатырмын, дейді даусы дірілдеп. Жину салқын қандылықпен: о, сүйіктім, уайымдама.
Мен оған қалай дұрыс ұшу керек екенін өзім үйретемін дейді. Шахи таңғалып, қалай? Сонда сен де ұша аласың ба? Деп сұрағанда Жину, иә, әрине, мен де ұша аламын. Оған бәрін өзім үйретемін деп жауап береді. Осылайша барлық нәрсенің басталуы болса, аяқталуы да болады. Solo Leveling, жалғыз деңгей көтеру анимесіндегі Жинудың аты аңызға айналған тарихы осымен тәмамдалды. Енді жаңа тарих басталады. Ол Жинудың ұлы туралы хикая. Мен бұл хикаяны Ragnarok манхвасы арқылы жалғастырамын ба, әлде басқа жолмен бе әлі таңдау үстіндемін. Жақын арада сауалнама жүргізіп, келесі қандай аниме, манга немесе манхва туралы айтатынымызды бірге анықтайтын боламыз. Осы уақытқа дейін менімен бірге болып, Казумиді қолдаған алғашқы 1000 жазылушыма шексіз алғыс айтамын. Біз алда әлі жақсы дамимыз. Қолдауларыңызды күтемін. Сау болыңыздар.